Қазақ тілі. Қазақ тілі ана тілім. Қазақ тілі десем, бір жыртығынан суық кіріп, екінші бір жыртығынан жылу шығып, әрбір жері көктеліп тігілген. Аңғалбайға айырбастап кигізіп жіберген алдар көсенің шапаны еріксіз еске түседі. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Менің бүгінгі аудио жазбам қазақ тілі туралы. Қазақ тілінде біз қаншалықты еркін сөйлей аламыз? Қазақ тілін біз қаншалықты сауатты білеміз? Қазақ тілінің грамматикасын қалай қолданамыз? Қазақ тіліне енген терминдер қандай? Осыда және басқа көптеген сауалдарға өзімше жай ғана бір қазақ қарапайым тілмен сіздерге ұсынғалы отырмын. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болып Конституцияға енгізілді. Алла бір, Құран шын, пайғамбар хақ, дініміз ислам, иманымыз ла илаха иллалла Мұхаммадан Расулалла деп бүкіл әлемге жар салдық. Менің мына жазып отырған аудио жазбам ұлтаралық немесе діни қақтығыстарға арнайы жазылған емес, бұл тек қана қазақ тілі үшін ғана. 1991 жылға дейін 2800-ге жуық қазақ тіліне өзге терминдер кірген. Соның ішіндегі аударылғаны 41%, аударылмағаны 19,7%, ал біздің тілімізге араласып кеткені 39,3%-ді көрсетіп отыр. Сондағы қазіргі 30 жылда қазақ тілі қаншалықты дамып келеді? Соған бір сәт ойланыңыздаршы. Мен арнайы дін мамандарына сауал жолдадым. Ислам тілі ол араб тілі деді. Араб тілі ол Құран тілі. Құран сөзі ол Алланың сөзі деді. Бірақ біз қазақ тілінде сөйлеуіміз керек. Күнделікті тұрмыстық тіршілікте қазақ тілі қолдануымыз керек. Қазақ тілі біздің ата-бабамыздан келе жатқан көне тіл деді. Сондағы мен қойған сауалым мүбәрак, иншалла, машалла және де тағы да басқа араб тілінен келген термин сөздері болатын. Неге біз соның орнына құтты болсын, Құдайға шүкір, тәуба, бар игі жақсылықтың бәрі Алладан болсын, тілеген тілегіңді Аллам қабыл етсін, істеген игі шараларыңды нәсіп етсін деп неге айтпаймыз? Қандай керемет. Бұл жерде терминдердің негізгі ерекшеліктері болу керек. Бірінші, жүйелі, екінші, дифференциалы, яғни ғылыми анықтамасы болу керек екен. Үшіншісі, моносемиялығы, әртүрлі мағынада болмауы керек. Төртіншісі, экспрессиялық болу керек екен. Ол ерік сезімге берілмеу деген мағынаны білдіреді екен. Ал бесіншісі, стильдік бейтараптылығы. Осы бесеу болған кезде терминдердің мағынасы аударылған кезде нақты қазақ тілінің қазақ бояу нақышын көрсетеді екен. Ал бізде қалай аударылған? Бір жерде бізде қалай болса солай аударылған шығар. Мүмкін біреудің қазақ тілінің сауатсыздығын көрсетіп, қазақ тілін аяққа таптап келеке қылғысы келді ма, мына тропикадан келген жеміс, банан жемісін алғанда бізге сары қисық деп біреу аудара салған. Әрине ол біздің грамматикамызға да терминімізге де енген жоқ. Өйткені қазақ халқы, қазақ тілі оны қабылдаған жоқ. Ал мына қараңызшы, гранат сөзі. Гранат сөзі анар деп аударылған. Қандай әдемі. Егер аудара алмай жататын болса, аударуға шамалары келмей жататын болса, ананас, мандарин, апельсин күйінде қала берсін. Және де бізге мына техникалық сөздерден келген сөздер қандай әдемі келген. Ол ешқандай аударылмаған. Техникалық, инновациялық деп қазақтың әдемі қарапайым қазақи әріптерін қосып әдемі келтірген. Біз қазақша сөйлеу үшін өкіметті кінәлаймыз. Өкімет қазақша білмейді. Өкімет қазақша білмегесін біз қалайша қазақша сөйлейміз? Балық басынан шірейді ғой деп бір-бірінен даудамай болып жатады. Өкімет
халықты кінәлап жатады. Халық кінәлі, халық сөйлемейді. Халық бүкіл құжат, арыз шағымдарының бәрі орыс тілінде келеді. Сол себепті біз орыс тіліне көп ерік береміз дейді. Бір-бірімізді кінәлағанша, біз кінәні өзімізден іздеп көрейікші. Біз отырмыз делік 5-6 адам. Ортамызға біздің өз тілін білмейтін, өзіміздің қара көзіміз немесе басқа ұлт өкілі келді. Ой, жапа тармағай бәріміз сол орыс тілінде сөйлеп кетеміз. Неге? Сол сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздерші. Неге біз 4 қазақ тұрып, немесе 6 қазақ тұрып, ортамызға өзге ұлт өкілі келген кезде, неге соның тілінде сайрай жөнелеміз? Ал мен соған жауап беріп көрейін. Біз сол түсінсін деп сөйлейміз. Дұрыс па? Әрине, сол түсінсін, бізде өзімізді көрсетуіміз керек, орыс тілінде білетінімізді. Неге біз өзіміз отырып, сол жерде өз қазақ тілімізде әңгімелі дүкен құрып отыра бермеске? Егер біз өз тілімізде әңгімелесіп, сол жерде шүйіркелесіп, қалжыңдасып отырсақ, жаңағы қазақ тілін білмейтін қаракөз қазағымыз немесе өзге ұлт өкілі келсе, жаңағы әңгімеге араласу үшін ол қазақ тілін білу керек екендігін санасына кіреді. Егер оның санасына жаңағы сөз кірмейтін болса, біз өзімізше жаңағы соның тілінде сайрай беретін болсақ, ол ешқашан қазақ тілінде сөйлемейді. Жаңағындай біз өзіміз отырып қазақ тілінде өзіміз арғай әңгімелесе беретін болсақ, жаңағы біздің сөзімізді түсіну үшін қазақ тілінде білімін жетілдіру керек, немесе ол қолына қазақ әліппесін алуға мәжбүр болады. Осыған бір сәт ойланып көріңіздерші. Қалай? Дұрыс қой, ә? Өзіміз отырған жерде, өзіміз айналамызда қазақша сөйлесек болды бізге. Басқасының бәрі өзі қазақша сөйленеді. Және де арнайы мекемелерге барған кезде қазақ тіліндегі нұсқасын сұраңыздар. Қазақ тілінде нұсқаға қазақша мәтінді дұрыстап анықтаманы жазып берсеңіздер болды. Басқа ештеңе керек емес. Қазақ тілі үшін өкіметте қаншама ақша шығарып, қаншама миллион шығын жасап жатыр. Қаншама журналистер, қаншама блогерлер, қаншама бұқаралық ақпараттық құралдар қазақ тілін дамыту үшін қаншама тер төгіп жатыр. Ал енді ойлап қараңыз, бір-бірімізбен неге біз қазақша сөйлеспейміз? Бір-бірімізден неге біз жөн сұрасқанда қазақша сөйлемейміз? Бұдан былай қарай қазақша сұрап көрейікші, қане, қазір осы сәттен бастап. Ой, сен неге қазақша білмейсің? Ой, сен неге қазақша сөйлемейсің деп оның мұрын бет қылып жағадан алу керек емес. Тек қана өзіміздің тілімізде әңгіме дүкен құра берсек, ол өзі-ақ бір күні қазақ тілінде сайрап шыға келеді. Бірде-бір жігіт қасыма жүгіріп келді. Өз қазақ тілінде жаңа сөйлеп жүрген орыс па, украин ба есімде жоқ, славян азаматы деп алайын енді. Сол жігіт жүгіріп келді де, ой аға, сізге бір қоятын бір сұрағым бар еді. Мына сіздің туған анаңыз, яғни шешеңіз. Неге сіздер өз туған аналарыңызды апа деп айтасыздар? Апа деп үлкен әйел адамды айтпай ма? Мысалға менің шешемнің мамасын апа дейді. Әкемнің мамасын әже деп айтады. Неге сіздер туған аналарыңызды апа деп айтасыз дейді. Және де сіздер туған аға бауырыңызды, ер адамды тәте деп айтасыз дейді. Жаңағы бетіне қарап тұрып, айналайын ау, әр жергілікті мекенге байланысты әр қайсының лексикондары болады. Солтүстік Қазақстан, оңтүстік Қазақстан, шығыс, батыс, орталық Қазақстандардың ортақ лексикондары жоқ. Сол себепті өз тұрғылықты жергілікті мекен жайы бойынша өздерін қолданатын сөздері бар лексикондарда. Ал общий бәріміз қазақ тілінде еркін сөйлейміз деді. Және де әтейі бір түртіп кететін сөздер бар. Қаяқтан келесің? Мына жақтан келемін. Қаяққа барасың? Мына жаққа барамын дейді. Не істеп жатсың дейді. Не істеп жатсың? Неге не істеп жатырсың деп сұрамайды.
және де мынандай сұрақ бар. Нағып дейді. Нағып деген маған сұрақты тауып беріңіздерші. Қазақ грамматикасында мына сөздердің ешқайсысы жоқ. Егер болып жатса, астына пікір жазбаға қалдыра отырасыздар. Неге біз сөйлемейміз? Мына жақтан келе жатырмын. Қайдан келе жатырсың? Мына жақтан келе жатырмын. Қай жаққа бара жатырсың? Мына жаққа бара жатырмын. Неге біз өз тілімізде еркін сөйлемейміз? Өз тілімізді өзіміз аяққа таптағанша, өз тілімізді неге өзіміз қадірлеп, қастерлемейміз? Мына қазір біздің лексиконымызға толық еніп кеткен, мына көбінесе жастар сөйлейді. Прикол дейді. Прикол сөзі дейді. Прикалс етіп тұрмын. Не болды соншама? Прикалс етуге болмай ма дейді. Прикол деген ол жаңағы қызық бір жайтты, о, мынау керемет екен деген сияқты бір күлкілі бір аяқ асты болып қалған бір жағдайды прикол дейді мысалға, иә. Ал бізде бұны кейбіреулер керісінше түсінеді. Әжуа келеке сайқы мазақ қылады да артынан прикалс етіп отырмын дейді. Бұрынғы жылдары әжуа келеке қылып бір мазақтаған кезде неме соншама мазақтап отырсың дегенде, ой, кешіріңіз, айып етпеңіз, жай қалжыңдағаным ғой дейтін. Мына прикол сөзін біздің өз лексиконымыздан тіптен алып тастағанымыз жөн ау деп ойлаймын. Қазіргі қоғамда мына времянка сөзі көп қолданып жүр. Ал времянка сөзінің қазақшасы ол уақытша баспана. Времянка деген сөзінің ол жай ғана бір жай уақытша тұратын нәрсе сияқты. Временно тұратын, иә? Ал қазақ тілінің мұндағы сөзінің құндылығын қарасаңызшы. Бұл жерде не деп тұр? Уақытша баспана. Ал уақытша баспана деген сен бұнда уақытша ғана тұрасың. Яғни сен болашақта жер алып үй салуға немесе үй сатып алуға сені жігерлендіреді. Сөздің мағынасын қарасаңызшы, уақытша баспана. Қандай керемет, қандай құнды сөз, құндылықты. Сізді жігерлендіреді ғой, алдыға қарай ұмтылуға. Времянка сөзіне қарағанда. Қандай керемет, уақытша баспана. Мен уақытша баспанада тұрып жатырмын. Ертең мен жер алып үй салам, немесе үй сатып алам. Қандай керемет. Бұл сөздің өзі сізді жігерлендіріп тұр. Қандай керемет, ә? Қазіргі біздің заманда ең дамып кеткен саланың бірі құрылыс саласы. Оны неге айтып отыр дейсіздер ғой? Ол менің осы аудио жазбамның козыры болады. Неге дейсеңіздер, өйткені жаңағы уақытша баспанаға сәйкестігі бар. Мен бала кезімде әжем мені бір жерге жұмсаған. Ай, балам, ана төлетамда балта тұр, ала кеші деді. Мен білетін төлетам не екен. Кейін келе ұмытып қалдым. Әйтеуір бір жерден естіп қалдым ба, білмеймін, әйтеуір төлетам деген есіме түсті. Содан не керек, бұл не еді деп жүрген кезімде әйтеуір Төретам деген ауыл бар екенін білдім. Мүмкін сол шығар деп жүргем, бірақ әңгімеден әңгіме келе, өзім кішігірім зерттеу жасап, үлкен көнегөз қариялардан сұрағаным бар еді. Олар маған былай деп түсіндірді. Үйдің шығу тарихы анау атам заманда деді. Бұрында біз жертөледе тұратынбыз деді. Біздің ата-бабаларымыз жертөледе тұратын, жерді қазып, кішкене төбешіктің қазып, сол жерді төбесіне бөрене тастап, қамыс тастап, үстін сылақпен жауып, соны мекен еткен. Оны бізде жертөле деп атады деді. Кейіннен келе, бәрі дами келе, төбе қабырғасы көтерілді оның кейінен, төбесі жабылып, ол тоқалтам болды деді. Тоқалтам сол күйінде қалып қойды да, қасына үлкен төретамдар салына бастады деді. Төретамдар, мына ол жерде бай шонжарлар, өңшең төре тұқымдары тұра бастады деді.
ол мықты жабылғатын дейді. Өйткені кей жерлерде жел көп соққан кезде жаңағы тоқалтамдарда қалып қоятын дейді. Ал кейбір өңірлерде жаңағындай үлкен қып төретам салды дейді. Төретамда жаңағы шамның бойында жиналып, бәрі әңгімелесіп, тамақ ішіп отырған, үйісіп отырғаннан кейін бұны кейіннен үй деп аталып кетті дейді. Ал жаңағы тоқалтам кейіннен келе жаңағы үлкен төретамның қасына салына бастады. Оның аты Төлетам болды дейді. Төлетамда жаңағы жалшылар мен жұмысшылар тұратын дейді. Оларға ай сайын төлемақы жасау үшін төлем төлеу керек дейді. Сонымен сол сөзбен жаңағы жертөле сөздің біріне бірі қатысы болған болу керек. Содан бұл жаңағы кішігірім алдына салынған нысан оны Төлетам дейді. Төлетамды осы уақытқа дейін көне көз қариялар білу керек. Төлетам деп аталған. Сонымен біздің мына уақытша баспана времянка сөзінің ең түпкі тамыры қазақы, нағыз қазақи атауы Төлетам екен. Ғалымдардың айтуы бойынша бүкіл дүние жүзінде Қазақстан мемлекеті мәдениет саласында өте жоғарғы көрсеткіште тұр екен. Неге дейсіздер ғой? Өйткені бізде ата, салт, дәстүр, әдет, ғұрып, тәрбие бәрі бірінші орында. Ал оның түп қазығы неде? Түп қазығы әрине ана тілімізде. Қаншама ақын, жырау, дана шешендер бар. Суырып салма ақындар бар. Соның бәрі қазақ тілімен байланысты. Қазақстан Республикасы көп ұлтты мемлекет дейді. Қазақстан Республикасы көп ұлтты мемлекет емес, көп ұлттар мекен етеді. Қазақстан Республикасы. Біздің өзіміздің статусымыз бар, өзіміздің ел таңбамыз бар, өзіміздің байрағымыз бар, мемлекеттік ән ұранымыз бар. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Соны ұмытпаңыздар. Біз бір-бірімізге сауатты түрде сауал қояйық. Бір-бірімізге сауатты түрде жауап берейік. Нақышына келтіріп, қазақи бояуымен әрбір сөзді өрнектеп бір-бірімізге жеткізетін болсақ, жаңа әлемнің есігі ашылады. Қазақ тіліне деген сүйіспеншілігің артады. Өмірге деген көзқарасың өзгереді. Өйткені қазақ тілі өте бай тіл. Бір қаза болса, оны астарлап жеткізген. Біреуге жеткізе алмай жатқан бір сөздері болса, біреуге айта алмай жүрген даты болатын болса, астарлап жеткізген. Қазақ тілі сондай өте бай тіл. Өйткені қазақ тілі сонау атам заманнан бері қарай даму үстінде келе жатыр. Ол біздің келер ұрпаққа, ол бізге ананың сүтімен бойымызға дарыған қазақ тілі. Қазақ тілінде еркін сөйлейік. Осы сәттен бастап бір-бірімізбен қазақша сөйлесейік. Сонда ғана біз қазақ тілін дамыта аламыз. Тілі жоқ мемлекеттің өзі де жоқ дейді. Мемлекетіміз жоғалмас үшін өз тілімізде сөйлейік. Мен әзірге сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.